Сәлем достар, бүгін мен сіздерге исполнительная надпись деген құжаттың не екенін, оны кім шығаратыны және де оның күшін қалай жоюға болатыны жайлы айтып беремін. Егер қызық болса, ары қарай көреміз. Сонымен исполнительная надпись дегеніміз не? Исполнительная надпись дегеніміз, яғни атқарушылық жазба, ол борышкердің несие берушінің пайдасына ақша немесе кез келген мүлікті өндіріп алуды міндеттеу туралы нотариустың бұйрығы. Яғни бұл құжат қарапайым тілмен айтқанда соттың шешімімен тең деген сөз. 2019 жылдың 3 ақпанынан бастап Қазақстан Республикасының нотариат атты заңына жаңа өзгерістер мен толықтырулар енгізуге байланысты енді нотариустардың құзырында 9 жағдай бойынша құзырет берілген. Олар қандай жағдайлар? Соларға тоқталып кетейік. Біріншіден, нотариалды куәландырылған мәмілелердің міндеттемелерін орындау туралы. Борышкер жазбаша жасалған мәміле негізінде өзінің міндеттемелерін орындамаған жағдайда, оның ішінде сотқа дейінгі реттеуде өндіріп алушыға жіберілген талапқа жауап ретінде танылады. Үшіншіден, төлемді төлемеген үшін, яғни акцепті төлемеген үшін және нотариустың акцептелмеген туралы вексельге наразылық негізінде міндеттемелерді орындау туралы. Төртіншіден, лизинг шарты бойынша Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жалға алынған активті қайтару туралы. Бесіншіден, ломбард борышкер кепіл берушіге берген қарызды өтеу мерзімі өткен кезде кепіл затын өндіріп алу туралы. Алтыншыдан, қосымша шығындарды қоса санамағанда Қазақстан Республикасының тұрғын үй қатынастары заңына сәйкес Қазақстан Республикасының заңымен бекітілген кондоминиум объектісін да ортақ мүлкін ұстауға міндетті шығындарды төлеуден бас тартқан жағдайда. Үй жайлардың, пәтерлердің иелерінен қарызды өндіріп алу. Жетіншіден, іс жүзінде тұтынылған қызметтер үшін су, электр, газ, тағы басқа шығындар бойынша мерзімінде төленбеген төлемдер үшін. Сегізіншіден, жалдау шартында көрсетілген мерзімінде төленбеген төлемдер үшін. Тоғызыншыдан, қызметкерге есептелген, бірақ төленбеген жалақы үшін. Мысалы, сіздің мекен жайыңызға исполнительная надпись деген құжат келді делік. Енді не істеу керек? Қайда бару керек? Соған тоқтала кетейік. Ең бастысы өзіңізді қолға алыңыз, себебі бұл жерде қорқатын ештеңе жоқ. Сосын барып, асықпай, мұқият осы құжатты оқып шығыңыз. Неге екенін қайдам осы құжат тек қана орыс тілінде шығады. Атқару жазбасы қашан сіздің қолыңызға алды деп есептелінеді. Біріншіден, егер сіз өзіңіздің келісім шартта көрсетілген электронды почтаңызға жіберген жағдайда. Екіншіден, сіздің соңғы тұрғылықты мекен жайыңызда тұрып жатқан отбасыдағы ересек отбасы мүшелеріне берілген жағдайда. Үшіншіден, жеткізуді қамтамасыз ететін хабарламамен келген жағдайда сіз ол атқару жазбасын қабылдаудан бас тартқан жағдайда да ол құжатты сіз алған болып есептелесіз. Біріншіден, осы құжат қолыңызға тиген жағдайдан бастап қандай жайттерге мән беру қажет? Біріншіден, бұл құжатты қандай нотариус шығарды, соған мән береміз. Ол нотариус қай қалада қызмет атқарады және де оның лицензиясының күші әлі жойылған жоқ па? Соны анықтаймыз. Ол ақпаратты білу үшін мен қалдырған төменде ссылка бойынша сол нотариустың осы тізімде бар немесе жоқ екенін анықтап білуге болады. Сосын нотариустың телефон нөмірін біліп алып, ол кісіге хабарласып, істің мән жайын анықтауға, онымен дауласуға, жанжалдасуға, оған дауыс көтерудің ешқандай да қажеті жоқ. Себебі бұл құжатты сіз қолыңызға алғаннан бастап, сізде 10 жұмыс күн ішінде
осы құжатпен келіспейтініңіз жайлы қарсылық, яғни возражение беріп үлгеруіңіз қажет. Себебі мұндай возражениені жазып үлгермесеңіз, ол нотариустың шығындарын сіз төлейсіз деген сөз. Сіздің возражениеңіз қабылданып, ол исполнительная надпистің күшін жою туралы нотариус қаулы шығарады 3 жұмыс күн ішінде. Екіншіден, осы исполнительная надпись парағымен қоса, көбінесе жаңағы жеке сот орындаушысынан, частный судебный исполнитель дейміз, сол қызметкерлердің де қоса қаулысы келіп жатады. Ол жағдайда не істеу керек? Ол жағдайда міндетті түрде ол жеке сот орындаушысы қай қалада қызмет атқарады және де лицензиясының күші жойылған ба, әлде жоқ па, соны анықтау қажет. Ол ақпараттың барлығын төменде қалдыратын ссылка бойынша біліп алуға болады әрине. Осы жағдайда сіз нотариустан алған исполнительная надпистің күшін жою туралы қаулыны алғаннан кейін барып, жаңағы жеке сот орындаушысымен хабарласып, оған сол қаулыны міндетті түрде тез арада жіберу қажет. Сонымен исполнительная надпись кейбір мемлекеттік органдардың бойынша біздің өмірімізді жеңілдетеді екен. Қандай жағдайларды жеңілдететін жайлы соған тоқталып кетейік. Сонымен олардың ойынша бұл исполнительная надпись, яғни соттардың жұмысын жеңілдетіп, соттар бұдан да күрделі жұмыстарға көбірек көңіл бөлуге уақыт табады екен. Алайда сол соттар қалай жұмыс істеп жатыр, әлі де солай жұмыс істеп жатыр, қашан қарасаң қолдары босамайды. Сондықтан да бұл енді қалай олардың жұмысын жеңілдететінін әлі түсінген жоқпыз бұл жағдайды. Нотариустар жақын елді мекендерде орналасқан дейді. Бірақ көп жағдайларда қарыз алған адам бір қалада, қарызды өндіруші компания екінші қалада, нотариус болса үшінші қалада орналасып жатады. Бұл қалай енді жақын елді мекен қаншалықты тиімді екен, мен шын айтсам әзірге түсінбей келем. Уақыт үнемделеді екен. Жаңағы айтқан критериялар бойынша, егер қарыз алушы бір қалада орналасса, қарыз берген компания екінші қалада орналасса, нотариус қызметін өзі басқа үшінші қалада атқарып жатса, қалай уақыт үнемделетінін әзірге елестете алмаймын. Азаматтарға түсетін шығын аз болады екен. Ол енді мүмкін. Сондай-ақ қарыз өндіріп алушылар үшін бұл жағдай тиімді екен. Енді ол да мүмкін. Сонымен исполнительная надпись деген құжат бойынша әзірге беретін шағын ақпарат осы ғана. Егер сұрақтарыңыз болса, төменде қалдырыңыз. Міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Сау саламат болыңыздар.